Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Бүгін біз сіздермен қаттаманың калькуляциясын жасаймыз. Бізге қаттамаға 1 килограмм ұн, 500 грамм су және 8 грамм тұз кетеді. Енді осылардың барлығын калькуляциясын шығаратын боламыз. 1 килограмм ұннан бізге 10 штук қаттама шығады. Сіз оны 5-5-тен упаковка жасап сатасыз. Енді толық калькуляциясын есептейік. Ұн 1 килограмм қанша шығады? Мен 25 килограмм ұн сатып аламын, 5000 теңгеден аламын. 5000 теңгені 25-ке бөлеміз. Сол кезде 200 теңгеден шығады. Сонда 1 килограмм ұнымыз 200 теңге болады. Енді су 500 грамм дейік. 500 грамм краннан ағып жатқан су. Примерно 50 теңге деп есептейміз. Енді тұз керек болады. Тұз 8 грамм кетеді. 8 грамм 20 теңге деп есептей берейік. Келесі кезекте бізде маргарин. Маргарин 600 теңгеден аламыз. 600 теңгеде 450 грамм маргарин келеді. Бізге 350-400 грамм кетеді. Примерно есептегенде 500 теңге деп есептейміз. Маргаринге сонда бізде 500 теңге кетеді. Енді көк пиязды есептейік. Біреуін классика, біреуін көк пиязбен істеу үшін көк пиязды 100 теңге деп есептейік. Бір зуала қамырға бір бума емес, жарты бумадан жартысысы кетеді негізі. Енді осыны бәрін есептейтін боламыз. 1 килограмм ұнымыз 200 теңге дейміз. Оған 50 теңге су қосамыз, және де 20 теңге тұз, және арасына жағатын маргарин 500 теңге болады. Және де көк пияздың бағасы 100 теңге. Барлығын есептеген кезде бізде 870 теңге шығады. Яғни толықтай шығын бізде 870 теңге шығады. 10 штук қаттаманың шығыны 870 теңге болды. Біреу классика 5 штугы, 5 штугы пиязбен. Сонда шығын 870 теңге шықты. Сіз оның әр қайсысын қаншадан сатасыз? Бір упаковкамен сатсаңыз ыңғайлы болады, бір штуктан сатқаннан көрі. Бір упаковкамен сатсаңыз, бір упаковкасында 5 штук болады. Оны сіз классиканы 1300 немесе 1400 теңгеден сатсаңыз болады. Енді өзіңіздің жағдайына алатын адамға қарайсыз. Ал бір упаковкада 5 штук пиязбен болады. Ол кішкене классикаға қарағанда 100 теңгеге қымбаттау болады. Оны сіз 1500 немесе 1600 теңге деп сатсаңыз болады. Примерно 1300 деп есептейтін болсақ, 1 килограмм ұннан 1300 теңге және 1500 теңгеміз қаншадан болады? Ол бізде 2800 теңге болады. Енді 2800 теңге болады. Осыдан шығынды алып тастаймыз. Шығынымыз 870 теңге. Сонда бізде алып тастаған кезде 1930 теңге таза пайда қалады. Сонда бізде 1930 теңге сізде таза пайда. Бұл 10 штук қаттамадан. Түсіндіңіздер ма? Дәл осылай калькуляцияны барлық рецепттерге жасайсыздар. Шығынын мөлшерге қарай есептеп аласыздар бөліп, сосын барлығын қосып таза пайданы шығарасыздар. Осылай бүкіл рецепттерге жасайсыздар. Біздің шығынымыз 870 теңге, таза пайдамыз 1930 теңге. Подписка жасап, лайк басуды ұмытпаңыздар.